Бір күні сабақтан кейін кітапханаға соққан Даяна сөрелер арасынан ерекше бір жарық байқады. Бұл жай ғана кітап емес еді. Ол сиқырлы, шежіреге толы, күлімдеген кітап болатын. Даяна кітапты ашып үлгермей жатып ақ, айнала жарқ етіп, бәрі өзгеріп сала берді. Ол кенеттен өткен заманға, көне ауылға тап болды. Киіз үйлер, шөпті жазықтар және сол жерде бір нәрестенің бесігі тербетіліп тұрды. Бұл Қажымұқан еді. Даяна кітаппен бірге Қажымұқанның балалық шағын, өсуін, күреске алғаш қадам басқан сәтін, және әлемге әйгілі батырлық жолын өз көзімен көрді. Кітап әр сәтті күлімдеп түсіндіріп отырды. Қажымұқан Даянаға тіке қарап, былай дейді. Батырлық сенің жүрегіңде. Тек сен өз жолыңды табуың керек. Дәл осы сөзден кейін, кітап жарқырап, Даяна кітапханаға қайта оралды. Даяна үшін бұл ұмытылмас сиқырлы саяхат болды.